Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 107-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Ғарышқа жол, өткен шақ, мәтіннің қатесін тауып, түзетіп жаза аламын. Етістікті өткен шақта қолдана аламын. 12-ші жаттығу, мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Адам ерте кезден-ақ ғарыш денелерінің жердегі құбылыстарға әсерін білуге тырысқан. Ғарышқа жол 1954 жылы 4 қазанда ашылды. Бұл күні бұрынғы Кеңес одағында жердің жасанды серігі ұшырылды. Етістіктерді тауып, қашан болған істі білдіретінін, қай жақта тұрғанын айт. Оларға сұрақ қой. Білуге тырысқан, ашылды, ұшырылды етістіктері өткен шақта тұр. 13-ші жаттығу, сөздерді тиісті жіктік жалғаумен сәйкестендіріп жаз. Етістіктердің қашан болған істі білдіретінін және қай жақта тұрғанын айт. Оларға сұрақ қой. Жекеше түрде мен биледім, сен биледің, сіз биледіңіз, ол биледі. Көпше түрде біз биледік, сендер биледіңдер, сіздер биледіңіздер, олар биледі. Етістіктер өткен шақта тұр. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, оқыды, келіпті, айтқан. Өткен шақ етістіктері не істедім, не істедің, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. 14-ші жаттығу, берілген етістіктерді өткен шаққа қойып, сөйлемдер құрап жаз. Оқы, қатыс, біл етістіктері берілген. Ажар өлеңді мәнерлеп оқыды. Ержан спорт үйірмесіне қатысты. Ауылға өнерпаздар концертпен келе жатырғанын білді. 15-ші жаттығу, мәтіннің қатесін түзеп жаз. Аз уақыттың ішінде ол сарапшылар тарапынан жоғары баға алды. Әуелі Тоқтар ғарышкерлер тобына дайындыққа қосылды. Тоқтар ер тұлғалы, жаны жайсан азамат. Етістіктерді тауып, қай шақта тұрғанын айт. Етістіктер өткен шақта тұр. 16-ші жаттығу, екі бағандағы етістіктерді салыстырып, бір-бірінен өзгешелігін дәлелде. Өткен шақта танысты, үйренді, тыңдады, шақырды. Осы шақта танысып жатыр, үйреніп жүр, тыңдап отыр, шақырып тұр. 17-ші жаттығу, кестені мысалдармен ауызша толықтыр. Қазір орындалып тұрған қимыл. Ажар үй тапсырмасын орындап отыр. Бұрын орындалған қимыл. Бүгін құрбыларыммен кездестім. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.